Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қант қатыру әдісімен бөлісетін боламын. Яғни шайға шәрбат дайындайтын боламыз. Ең алдымен сіз кунжутты ұнататын болсаңыз, қоссаңыз болады. Осылай құрғақ табаға салып, кішкене қызарғанша араластырып қуырып аламыз. Бұны салу өзіңіздің талғамыңызға қарай салмасаңыз да болады. Жақсылап осылай қуырып, оттан аламыз. Ал енді қантты қатыруға кірісетін боламыз. Ол үшін бізге бір банка осындай сгущенка қажет болады. Кез келген түрін пайдалансаңыз болады. Ол өзіңіздің талғамыңызға қарай. Үстінен қантты және де сары майды салып, жақсылап араластырып, қантымыз және де сары майымыз толығымен еріп кеткенше осылай қозғап тұрамыз. Оттың асты қатты емес, орташа отта болуы қажет. Осылай жақсылап араластырып ертеміз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай жай көпірши бастады, қайнап жатыр. Қайнағаннан соң тез-тез араластыру қажет болады. Жақсылап осылай қозғау керек. Біздің массамыздың түсі өзгеретін болады. Өзімізге қажетті түске енгенше осылай жақсылап араластырамыз. Енді дайын болды ау деген уақытта осылай түсі қоюланғанда біз тексереміз. Ол үшін бізге салқын су қажет болады. Салқын суға осылай саламыз кішкене бөлігін. Сол кезде осылай өзінің формасын ұстап қалатын болса, біздің шәрбатымыз дайын деген сөз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай болып қалады. Ал енді тексеріп болғаннан соң тағы да жақсылап араластырып кунжутты қосамыз. Тағы да жақсылап біркелкі болғанша қозғаймыз. Бұл кунжуттың орнына жаңғақ қосуға да болады. Өзіңіздің талғамыңызға қарай өзгерте берсеңіз болады. Міне біздің шәрбатымыз дайын болды. Енді оттан өшіреміз. Енді шәрбатымызды салатын ыдысымызды дайындаймыз. Астына міндетті түрде сары май жағып алу қажет болады. Себебі алған кезде өте оңай түсетін болады. Жақпасаңыз ол жабысып қалады. Үстінен енді қалауымызша осы шәрбатымызды салып, біркелкі етіп формасын келтіріп алатын боламыз. Болғаннан соң салқын жерге 1 сағаттай уақытқа қалдырамыз. Міне біздің шәрбатымыз дайын болып шықты. Енді ыдысымыздан алып, қалауымызша кесіп, шайға бере берсек болады. Жасалуы өте оңай, және де дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын. Видео рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сау саламатта болғайсыз.